Еліміздің энергетикасы әлем назарында. Лондонда самұрық қазына қатысуымен өткен Қазақстан күні аясында бұл тақырып кеңінен талқыланды. Арнайы пікірталас барысында біздің делегаттар ең өзекті мәселелерді халықаралық деңгейде көтеруге мүмкіндік алды. Атом станциялары жайында әңгіме өрбігенде қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударылды. Руководство МАГАТЭ басшылығы өзге елдермен бірлесе отырып, барлық атом станциялары үшін бірдей қауіпсіздік ережелерін қарастырды. Ең бастысы, жаңа термин, жаңа түсінік пайда болды. Қауіпсіздік мәдениеті деген. Демек, осындай мәдениеті жоқ адамның атом энергетика саласында жұмыс істеуге құқысы жоқ. Бірінші кезекте ішкі мәдениет болуы тиіс. Бұл дегеніміз ең алдымен барлығын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағыттау қажеттілігі. Алдағы уақытта Қазақстанда күн батареясын шығару өндірісі жолға қойылмақ. Зауыт құрылысы басталды. Бірақ жиынға қатысушылардың пікірінше табиғи байлыққа деген жаңаша көзқарас тек 100 жылдан кейін толық қалыптасуы мүмкін. Дәл осы кезде жаңартылатын қуат көздері мен атом энергетикасы үлкен сұранысқа ие болады.